қазақша шрифтті қалай сақтап аламыз? Телеграмда казахский шрифты каналына кіреміз. Рекламаларға мән бермейміз. Шрифттар деген ішіндегі біреуін таңдап, үш точканы басамыз. KZ Monster стегіндегі астындағы. Сол жерден сохранить загрузканы таңдаймыз. Загрузка 100% болғанын күтеміз. Шрифтіміз сақталды. Енді капотқа кіріп, новый проектке кіреміз. Бір фото немесе видеоны таңдаймыз ішінен. Давай битті басамыз. Сосын текстке кіріп, А плюс добавить текстті басамыз. Добавить шрифт и плюс батырмасын басып, загрузить файлға кіреміз. Файлда барлық сақталған шрифттарымыз бар, сақталып қойған. Қазіргі сақталған таңдадым. KZ Monster деген соңғы сақталған шрифтім, осыған кірдім. Енді жазып көрейік. Е деп жаздым. Осылай шығады шрифтіміз.